Баршаңызға сәлем. 1945 жылы жеңіліске ұшыраған ел барлық жағынан қиын жағдайда болды. Қалалардың орнына қирандылар, ақшаның орнына темекі, кез келген халықаралық қатынастардың орнына жалпыға бірдей өшпенділік пен менсінбеушілік. Жеңімпаз елдерге төленетін 20 миллиард доллар болатын фантастикалық сомадағы репарация. Ең үздік ғалымдарының ақш пен КСРО-ға кетуі. Немістер мұндай жағдайдан қалайша қысқа уақыттың ішінде ең мықты дамыған елдің қатарына қалай кірді? Неміс ғажабына себеп болған кім? Бүгінгі шығарылымда тамашалаңыздар. Соғыстан кейінгі Германияның сипаттамаларында қираған ел деген сөз тіркесін қолдану әдетке айналған. Бір қызығы, бұл сөз тіркесін тек қала инфраструктурасына және жолдарға қатысты айтылса дұрыс болады. Сонау 1970 жылдары неміс тарихшылары, оның ішінде Вернер Абельскаузер, соғыс кезінде неміс өнеркәсібінің жойылу дәрежесі өте асыра сілтеп кеткен деген қорытындыға келді. Бұл ғалымның 1970 жылы қорғалған диссертациясы алғашында сынға ұшыраса, қазір оның еңбегі классика саналады. Бұл тарихшы өз еңбегінде атап өткендей, 1942 жылдың наурыз айынан бастап неміс қалаларының көлік жүйесі мен тұрғын аудандары бірінші кезекте батыс одақтастарының бомбалауының нысанына айналды. Нәтижесінде оларға әскери өнеркәсіптік нысандарға қарағанда 7 есе көп бомба түсті. Зауыт қалаға жақын немесе оның шекарасында орналасқан жағдайда ғана шабуылға ұшырады. Сондықтан 1944 жылдың аяғында басталған үшінші рейх экономикасының құлдырауына ең алдымен көлік жолдарының қирауы себеп болды. Бірақ өнеркәсіп соншалықты зардап шеккен жоқ. Бұған қазіргі таңда әлемдік автокөліктер нарығында жетекші орындарды алатын Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen секілді зауыттардың қашан ашылғанын көрсе жеткілікті. Ал киім тігетін әлемдік бренд Hugo Boss екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ұлтшылдардың әскеріне киім тіккен. Диктаторлық режимнен азат етілгеннен кейін жеңіске жеткен елдер Германия шекарасын төртке бөліп тастады. Шығыс аймақтары кеңес үкіметіне өтсе, батыс аумақтары реформалардың сынақ алаңына айналды. Біз бүгін дәл осы ақш, Франция және ағылшындардың қарауына өткен Батыс Германия туралы айтатын боламыз. Батыс Германиядағы соғыстан кейінгі алғашқы жылдар әдетте 40-шы жылдар емес, нөлдік деп аталады. Өйткені бір кездегі ұлы ел қирап, нөлден басталды. Батыс Германияның бірінші экономика министрі және Германияның экономикалық ғажабының бірден бір себепкері Людвиг Эрхард өзінің естеліктерінде 0-ші жылдары қарапайым неміс бір жұп аяқ киімге ақша жинау үшін 12 жыл жұмыс істеуге тура келетін жазған, ал лайықты костюм сатып алу үшін 50 жыл. Мысалы, қара базарда 1 килограмм қара бидай нанының құны 9,5 рейхсмарк, бір жұмыртқа 8 рейхсмарк болды. Ал 8 сағаттық жұмыс күні үшін білікті маманның жалақысы небәрі 10 рейхсмарк еді. Бірақ реформалардың өзіне көшпес бұрын Батыс Германияның 1948 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Еуропалық көмек бағдарламасы бойынша Маршалл жоспары деп аталатын ақштан шамамен 1,5 миллиард доллар алғанын атап өту қажет. Ал Американың жалпы көмегі шамамен 4 миллиард долларды құрады. Ал Германия бұл ақшаны 200%-ға пайдаланды. Бір қарағанда Людвиг Эрхардтың экономикалық данышпандығының арқасында. Бірақ Эрхардтың өзі әрқашан экономиканың математикалық құрылыс және жансыз машина емес екенін дәлелдеді. Экономика бұл тірі адамдар деді. Ал Германия бұл тезисті 300-інде дәлелдеді. Ол мемлекеттік қызметкерден күтпеген нәрсені істеді. Немістердің тағдырын өздеріне қалдырды. Эрхард экономикалық әл-ауқаттың негізі еркін кәсіпкерлік болуы керек. Әр адам өз тағдыры үшін жауапкершілікті өз бетінше көтере алуы керек. Ал мемлекет тек кәсіпкерлерді монополиядан, жоғары салықтардан қорғайтын түнгі күзетші ретінде әрекет етуі керек екеніне сенімді болды. Эрхард өзінің батыл шешімімен Батыс Германияны капиталистік хаостың тұңғиығына батырды. Сөйтіп шағын кәсіпкерлікті дамыту жолына түсті. Бірақ еркін кәсіпкерлік үшін тағы бір маңызды шарт – валюта тұрақтылығы қажет болды. Соғыстан кейінгі кезеңде елдің ең тиімді жұмыс істейтін экономикалық жүйесі қара базар болды. Ол жерде бартер орын алды. Өйткені ақша айтарлықтай құнсыз еді.
темекі мен кофе елдің негізгі валютасы болып, киім-кешек пен аяқ киім арманға айналды. 1948 жылы 21 маусымда құнсызданған ақшаны тәркілеуге және айналымдағы валюта жасауға бағытталған ақша реформасы жүргізілді. Кейінірек 20 ғасырдың ең тұрақты валюталарының бірі ретінде танымал болған неміс маркасы осылай пайда болды. Ақша реформасы ең қатаң құпияда дайындалды. Біріншіден, КСРО-ның араласуын тудырмау үшін, екіншіден ескі рейхсмарктардан құтылу үшін, дүрбелеңді болдырмау үшін. Ескі валютаның жаңасына айырбас бағамы таза тәркілеу болды. Біріншіден, 10 ескі ақша үшін олар бірдей төлем қабілеттілігімен бір жаңасын берді. Екіншіден, әрбір ересек адамға 21 маусымда бір мезетте 40 неміс маркасына 400 рейхсмаркты, содан кейін бірнеше күн ішінде жаңадан 20 неміс маркасына тағы 200 рейхсмаркты ғана ауыстыра алды. Мерзімнің соңында қалған барлық рейхсмарктар не ішінара банктерде сақталды, не жойылды. Осындай қатаң шаралар арқылы Эрхард жаңа валютаның тұрақты айырбас бағамын қамтамасыз ете алды. Сондай-ақ халықтың әртүрлі топтары арасында қаражатты біркелкі бөлуге қол жеткізді. Бұған дейін ел валютасының басым бөлігі өте бай адамдардың қолында шоғырланған болса, енді тұрақты орта тап пайда болды. Көптеген тауарларға мемлекеттік жоспарлау мен орталықтандырылған баға белгілеуді жойды. Сыртқы және ішкі сауда еркіндігіне кепілдік берілді. Бұл ретте жекеленген тауарларға ішінара бақылау сақталды. Эрхард экономиканың монополиялануына үзілді-кесілді қарсы болды. Нарықтағы бір компанияның үлесі 33%-дан, 2 немесе 3 компанияның үлесі 50%-дан, 4 немесе 5 компанияның үлесі 65%-дан аспады. Халықтың толық жұмыспен қамтылуы қамтамасыз етілді. Зейнетақы, субсидиялар түріндегі әлеуметтік көмек қарастырылды. Оған қоса, алғашқы жылдары Германияда өз әскерінің болмағанын қоссақ, әскери шығындарда әлеуметтік салаларға кетті. Германияның қирандылардан тез қалпына келіп, бүкіл әлемге үлгі болуына елеулі әсер еткен тағы бір фактор неміс халқының тәртіпке бейімділігі мен қарапайым азаматтардың еңбекқорлығы. Нәтижесінде 2 жылдың ішінде Эрхард жасаған реформалардың арқасында Германия сөзбе-сөз аяққа тұрды. 1950 жылға қарай Германия өнеркәсіп өндірісін соғысқа дейінгі деңгейден арттыра алды. Бірақ бұл экономикалық локомотив тоқтауды ойламады. 1962 жылы Германиядағы өнеркәсіп өндірісінің деңгейі соғысқа дейінгі көрсеткіштерден 3 еседен асып түсті. Арада жылдар өткен соң Эрхардтан немістің экономикалық ғажайыбының сыры неде деген сұрақ қойылды. Және ол 3 факторды атады: кәсіпкерлердің тапқырлығы, жұмысшылардың еңбекқорлығы және үкіметтің шебер саясаты. Эрхард бәлкім үкіметтің шебер саясаты деп өзін қарапайым ұстаған болар, өйткені оны әлеуметтік нарықтық экономиканы жасаушы деп бекер атамаған. Бірақ ол Батыс Германияның экономикалық ғажайыбының басқа 2 факторы туралы да дұрыс айтты. Ал сіздер, достар, Америка Құрама Штаттары әлем саясаткерлерін басқарып, қалайша өз дегендерін істетіп отырғанын білесіздер ме? Білмесеңіздер, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.